Сәлем баршаға, Қазколеса KZ эфирде. Қостанайдамыз. Бұл жерде соңғы рет 4 жыл бұрын болыппын. Сарыарқа автопромда не өзгерді? Ал көрейік. Қостанай зауытының тарихын білгіңіз келсе, өткен видеоны көріңіз. Мінекей сілтеме. Басты жаңалық бұдан былай Сарыарқа автопром Allure деп аталады. Автомобильдер SKD және CKD әдісімен құрастырылады. 2023 жылдың 8 айында 60 мың машина жасалды. Оның 16 мыңы Kia. Sportage Қазақстанда Kia'ның популяр моделі. Шанағы осы жақта дәнекерленіп боялады. Allure'дың пісіру цехы универсалды. Дәл қазір Sportage'бен қосқанда 3 модель линияда. Sportage'дің ұсақ торапты өндірісі биыл қаңтарда басталды. Jack S3 қалай жасалатынын көрсеткем. Қытайлық модельдің 50 негізгі деталі бар. Мен қазір шанақ туралы айтып жатырмын. Ал менің артындағы Sportage'дің шанақтық детальдар саны 90. Яғни дәнекерлеу. Пісіру нүктелері көбірек. 1800, 2800. Экраннан кішкентай болып көрінетін менің артындағы пісіру цехінде 2 сменамен 200 адам жұмыс істеп жатыр. Өндірістік қуаты жылына 65 мың шанақ, яғни сағатына 16,5 шанақ. Есігі, капоты, төбесі және бүйірлік панелі. Өзімізде жасауға болады. Металда жұмыс күші де жетеді. Алайда штамптық пресс жоқ. Ол өте қымбат. Мысалы, Komatsu прессін сатып алатын болсаң, комплексінің құны $1 миллиард дейін жетуі мүмкін. Біле жүріңіздер, бұндай өндірістің атауы Knockdown Kit. Осымен 100 жыл практикаланып жатыр. Конвейерді ойлап тапқан Генри Форд өткен ғасырдың басында Knockdown Kit өзге елдерде өндіріс бастаудың үздік тәсілі деген. Өндіріске үлес қосам деген бизнесмендермен келісімшарт жасалуда. Біздің көрермендеріміз оңтүстік аймақта өте көп. Жігіттер солтүстік өңірге көшіп, тегін білім алып, дайын жұмысқа кірісем десеңіздер, мархабат. Зауытта 3,5 мың адам жұмыс істеп жатыр. Болашақта тағы жұмыс орындары пайда болады. Келсеңіздер, бір жағынан аймақты қазақыландырамыз. 40 футтық контейнерге дайын күйіндегі мынандай орындықтың 30 данасы сияды. Қазір елімізде жасалған 60 данасы ұсақталып жеткізілуде. Осылай істегенде құны 40%-ға төмендеді. Айтпақшы, Қостанайда автокомпоненттердің локализациялық орталығы ашылайын деп жатыр. Силуетінен тандыңыздар ма? Бұл Cerata'ның тестлік қаңқасы. Болашақта конвейерге келетін кезекті модель. Sportage пісіру цехінен ақырында бояуға барады. Әрине, алдымен катафорез күтіп тұр. Әрбір шанақ бірнеше рет ваннаға сүңгіп, бірнеше рет кептіріледі. Бұрында гаммада бояудың 5-ақ түсі болса, Kia Sportage'дің келуімен палитра 10-ға жетті. Кез келген зауытта өндірісті баяулататын бояу цехы сияқты нүктелер болады. Ана жақта шанақты қаншалықты жылдам пісірсең де бояуға келіп кептеледі. Өйткені өндірісті қуаты сағатына 8-ақ шанақ. Бұл Әл-Фараби Ремизовка сияқты машиналар кептелетін участок. Бәріміз бұл өмірде қонақпыз. Зауыттың өндірістік аумағы 89 гектар, жалпы территориясы 270 га. Мынау ақ түсті Onyx. Түрлі модельдердің алғаш рет кездесетін цехы осы бояу цехы. Айтпағым не, ақ түсті Onyx'тің бояуы қымбатырақ тұратын Sportage'дікінен сапасын нашарлау деп айтуға болмайды. Палитра бәріне ортақ. Пластик детальдар бөлек боялып, жылтырату цехіне жетеді. Өздеріңіз байқағандай, бұл жерде әйелдер көп жұмыс істейді екен. Өйткені олар жұмысына тиянақты, ұсақ детальдармен күшті жұмыс істейді. Еркектер әкес пайдет деп лақтыра салса, әйелдер до конца жылтыратады. Sportage'дің шанағы боялған, полировкадан өткен, қазір құрастыру цехіне кетеді. Қыздарына жер суық екен, тоңбайсыздар ма? Жоқ, тоңбаймыз. Күніне қанша шанақ тексересіздер осылай? 20-25. Жұмыс ұнай ма? Иә. Зарплатаңыз қанша? Құпия. Айтпақшы, ірі торапты әдіспен Қазақстанда құрастырылған жаңа Sportage'ге шолу түсіргенбіз. Көрем десеңіз, мінекей сілтемесі. Модельдің лак бояуына көлік иелері тарапынан уәж айтылып жатыр. Сапасына көңілі толмағандар көп. Қиыршық тас тисе бояуы ұшады деп естідім. Расымен солай мекен, жаңа Sportage сатып алғандар әуедеп қойыңыздар. 2023 жылы Allure конвейерінен 10 мың Sportage шығады. 7,5 мыңы уже діттеген жеріне жетті. Бір модель жергілікті халыққа 400 жұмыс орнын берді. Бұл серіктестік Kia'ға ұнады.
Жақында кәрістер Қостанайда тағы бір зауыт ашады. Құрылысы басталды. 25 жылы өндіріс қуаты 70 мың автомобильдік керемет өндіріс ошағы пайда болады. Есіктер шешіліп, технологиялық тіреуіштер алынды. Бояу цехінен кейін шанақ құрастырудың 59 постынан өтеді. Өздеріңіз жақсы білесіздер, алдымен панорама, кейін төменгі жоғарғы обшивка, сымдар, орындықтар, мультимедиа, мыңдаған деталь орнатылады. Бір сағатта 8 автомобиль әзірленеді екен. Аса маңызды учаскелердің біріндеміз. Зауыттың тойханасы, шанақ пен трансмиссия, мотор, аспасы кездесетін жер. Бір қызықты айтайын, есіктері ең соңында, яғни финалда орнатылады. Автомобиль толықтай тексерістен өтіп, сұйықтықтары құйылып, машина дилерлік орталыққа аттанады. Достар, қандай керемет видео, я? Әлем, білім, ғылым. Өндіріс туралы осындай репортаж кім жасайды бізден басқа? Арнаға жазылып, лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Видеоның сілтемесін чаттарда таратсаңыздар, тіпті керемет болады. Келесіде көріскенше.